Бұл видео сабақта кестемен жұмыс жасаудың кейбір ерекшеліктерін және дұрыс жолдарын көрсететін боламыз. Word бағдарламасына кесте орнату үшін мұндағы вставка бөліміне кіріп, мұндағы таблица батырмасын басамыз. Сонда бізге таблица жасаудың бірнеше жолдарын ұсынады. Ең бірінші жолы ол әрине таблицаны өзіміздің қалауымызға сәйкес орнату, яғни мұнда ұяшықтардың және бағанның, қатардың сандарын барлығын өзіміз қалағандай орнатып, сосын мышканы бір рет басамыз және сол көрсеткендей ұяшықтар санын бізге орнатып береді. Ал екінші жолы ол таблица бөлімінің бірінші тұрған сөзі вставить таблицу. Егер бұл жерге бассаңыз, онда сізге мұнда сұрайды число столбцов және число строк. Бірінші, яғни бағандар саны және қатарлар саны. Бұл жерде сіз бар болғаны сандарын енгізу арқылы таблицаны орната аласыз. Мысалы, бізге баған саны 4, ал қатар саны мысалы 10 қажет болсын. Және мұнда қарағаныңыздай қатар саны 4, ал баған саны 10 болатын кестенің түрін орнатып береді. Кестені жасаудың келесі жолы ол нарисовать таблицу. Бірақ кестені жасаудың бұл түрін 0-ден бастауды кеңес бермейміз, себебі ол өте қиын болады. Бірақ бұл түрін өзін қолданатын арнайы жерлер болады, оны осы видео сабақ барысында айтатын боламыз. Келесі түрі ол таблица Excel, яғни сіз мұнда Word-тың ішіне синхронды түрде жұмыс жасайтын Excel таблицаны ашуыңызға болады. Және тағы да бір кестені орнатудың түрі ол экспресс таблицалар. Мұнда сізге бірнеше шаблондарды беріп қояды. Сол шаблондардың кез келген түрін, өзіңізге ұнаған түрін таңдап, ары қарай қолдана берсеңіз болады. Енді біз мысал ретінде өлшемі 4-8 болатын осындай кесте құрайық. Және бұл кестеде біз қалаған бірнеше ақпараттар болсын. Әрине біз бұл жердегі кестенің өлшемдерін өз қалауымыз бойынша өзгерте аламыз. Мысалы, бірінші ұяшық әдетте ол қатар үшін болады, яғни нөмірлерді қою үшін. Мұнда біз нөмірдің белгісін қоямыз. Ал енді екінші қатарға мысалы оқушының аты жөні деп қояйық. Аты жөні болсын. Ал мұнда бізде оқушының физикалық жағдайына байланысты қандай да бір мәліметтер болсын делік. Осы жерде біз нарисовать таблицу функциясын қолдана аламыз. Мысалы, мұнда алып, осы қатарды 2-ге бөле аламыз. Не үшін бұлай жасадық? Себебі біз мұндағы тұрған бірінші қатарды алып біріктіреміз. Яғни ол үшін объединить ячейки батырмасын басамыз. Осы жерге мен қазір физикалық жағдайы деген мысал үшін сөзді жазам. Және оны ортасына орналастыруға болады. Ал мұнда мысалы бойы сантиметрмен болсын. Ал мұнда салмағы ол килограммен болсын. Бұл артта біз ортасына қарай туралай аламыз. Енді біз мұнда қазір оқушының аты жөндерін енгіземіз. Давайте оқушының аты жөндері емес, тек оқушы 1, оқушы 2 деп қалдырайық. Енді мұнда біз бірінші қатарға оқушылардың реттілігін көрсететін сандарды жазып шығуымыз керек. Әрине, оны қолмен жазуға болады. Бірінші, екінші, үшінші деп. Бірақ та бұл кішкене ыңғайсыз, әрі уақыт алады. Сондықтан сіз оны да автоматты түрде жасайтын функцияны қолдансаңыз болады. Ол үшін сіз мұндағы ұяшықтың барлығын белгілеп аласыз. Және де мұндағы абзац бөлігіндегі нумерация функциясын қолданасыз және осы жерде бір басып, яғни қандай сан бойынша болған қалайсыз. Мысалы, бірінші, екінші, үшінші ма, әлде рим цифрымен ба, әлде әріптермен ба. Көп жағдайда ол сандармен болады, сондықтан біз осы сандар түрін таңдаймыз. Енді мұнда қарасаңыз, негізінде сандар шығып тұр, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, бірақ та ол бізге көрінуі кішкене ыңғайсыздық туғызып тұр. Сондықтан біз оны да реттеп қойсақ болады.
мына жерде ұяшықты кішкене үлкейтсек, бізде сандар толығымен көрінеді, бірақ біз қатарға бола осынша үлкен аралықты бергіміз келмейді. Сондықтан біз осы жердегі сандардың барлығын белгілеп алып, мұнда алып жылжытсақ та болады. Енді мұның қандай артықшылығы бар, соны көрсетейік. Мысалы, қазір біз 1-ден 7-ге дейін санды өзіміз-ақ жазсақ болатын еді, бірақ та егер де сізде оқушылардың саны тым көп болатын болса, онда сіз әрқайсысын қолмен жазып отырмасаңыз да болады. Ары қарай Enter'ды басқан кезде сізде осы реттілік өзінен өзі автоматты түрде арта беретін болады. Сол үшін біз осы функцияны қолданғанымыз абзалырақ. Кестемен жұмыс істеу барысында пайда болатын тағы бір мәселе, ол кестенің бір бетке симауы немесе бір бетті толық қамтымауы. Бұл мәселені әрине қолмен де шешуге болады, яғни сіз мұндағы ұяшықтардың ұзындығын немесе биіктігін өзгерте аласыз қолмен ұстап, немесе мұнда алып олардың ұзындықтарын қолмен өзгерте аласыз. Бірақ та кейбір кезде олардың соңы вордтың бетіне симай, қандай да бір алысқа кетіп қалады. Жалпы бұл мәселелерді автоматты түрде шешуге болады. Оны жасау үшін екі жағдайда да бір функцияны қолданасыз. Біз қазір бірінші қысқа таблица үшін қолданып көрейік. Ол мәселені шешу үшін сіз мұндағы сол жақтағы жоғары бұрышында тұрған 4 бұрышты белгіге басасыз. Сол кезде сіздің кестеңіз толығымен белгіленеді. Содан соң мышканың оң жағын басып, мұндағы свойства таблица бөліміне кіресіз. Бұл жерде таблица бөлімінің бірінші тұрған ширина сөзінің қасына осында белгіше қоясыз. Және де мұнда единица бөлімінде сіз екі сөзді көресіз, ол проценты және сантиметры. Осы жерде проценты бөлімін таңдаңыз. Әдетте бұл жерде 0% болып тұрады, ал сізге 0% емес 100% болғаны керек. Сондықтан сіз мұнда 0-дің орнына 100 деген санды жазасыз, және де мұнда окей батырмасын басасыз. Сол кезде сіздің кестеңіз сіздің Word бетіңізге қарай арнайы өлшемді автоматты түрде орнатып береді. Екінші жағдайда да проблеманы дәл осылай шешуге болады. Ол үшін бірінші кестені белгілейсіз, содан кейін свойства таблица бөліміне кіресіз, және мұнда көріп отырсыз, ширина ол сантиметрмен тұр. Сіз оны проценті бөліміне қоясыз, және мұнда кейбір жағдайда автоматты түрде 100% көрсетеді. Егер 100% тұрса, онда ештеңеге тиіспейсіз, мұнда окей батырмасын басасыз. Сол кезде сіздің кестеңізді қажет өлшемге жеткізіп береді. Енді ары қарай сіз кестелердің ұзындықтарын осы шеңбердің ішінде өзгерте аласыз. Енді оны жасау үшін мұндағы қажет линияны алып, өзіңіздің қалауыңызға қарай жылжыта бересіз. Сол кезде сіздің ең соңғы бөлімдегі линия өзгермей бір қалыпта тұратын болады.